Баршаңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері және ас үйдің ханшайымдары. Асқабақ сүйер қауым, экранға жақынырақ отырыңыздар деп айтсам болады. Себебі бүгін біз сіздермен асқабақтан дәмді маффинді жасайтын боламыз, немесе кекс деп айта беруге де болады. Құрамына керек заттар: асқабақ дәні керек болады, бал қажет болады, бір жұмыртқа болса жетеді әрине, зәйтүн майы аздап қажет болады, және разрехитель әрине міндетті түрде. Одан соң кез келген диеталық ұн, мұнда гречка ұнын пайдаландым, және әрине асқабақ қажет болады. Асқабақтың дәл осы түрі негізі дәмдірек болады. Ең алдымен асқабағымызды алып, дәл видеодағыдай етіп, барлығын тазалап, бөліктерге бөліп аламыз. Асқабақ нағыз витаминге бай, құрамында бізге ағзамызға қажет дәрумендер жеткілікті көкөністің бірі болып табылады. Сондықтан күз, қыс мезгілдерінде міндетті түрде асқабақты барынша рациондарыңызға қосып отырыңыздар. Міне асқабақтың барлығын бөліктерге бөліп алдық. Енді оны духовкада пісіріп аламыз. Міне барлығында пісіріп алдық, дайын болды. Енді дайын болған асқабақтарымызды осылай блендердің ыдысына салып, жақсылап бір келкі масса болғанша блендермен езіп алатын боламыз. Міне дайын болды біздің массамыз. Енді оны ыдысымызға сала береміз. Енді маффиндерді жасауға кірісе берсек болады. Қараңыздар, асқабағымыз піскеннен соң осындай жұмсақ массаға енді. Өте дәмді. Піскеннен кейін осылай духовкаға пісірсеңіздер, негізі дәмі өз күйінде қалады. Оның үстіне осылай бір жұмыртқамызды жарып жібереміз. Бір жұмыртқа жеткілікті. Және аздап зәйтүн майын қосамыз. Зәйтүн май болмаса, кез келген сұйық майды қолдана берсеңіздер болады. Және оның үстіне осылай қалауларыңызша бал қоссаңыздар болады. Немесе балдың орнына қант алмастырғыш қосуға болады. Нағыз ПП маффиндер деп айтсақ болады. Өйткені байқасаңыздар, құрамында қант жоқ, және біз диеталық ұнды пайдаланып жатырмыз. Сіздер кез келген диеталық ұнды пайдаланыңыздар, немесе жоқ, біз артық салмақ қоспаймыз дейтіндеріңіз болса, кәдімгі ақ бидай ұнын қолдана берсеңіздер болады. Оның үстіне осылай разрехителімізді аздап қосып аламыз да жақсылап араластырамыз, және осылай үстіне қалауларыңызша асқабақ дәнін қоссаңыздар болады. Немесе кез келген кептірілген жеміс түрін, жаңғақтың түрлерін қоса берсеңіздер де біздің маффиндеріміз дәмді болады. Міне біздің массамыз дәл осындай болу керек. Ұнымыз қатты көп болмау керек, тіпті қатты аз болмау керек. Осындай қоймалжың масса болғаны дұрыс. Енді оны осылай қалыптарға барлығын біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Асқабақтан түрлі негізі тәттілер әзірлеуге болады. Нағыз қазір асқабақтың науқаны болып тұр. Сондықтан барынша асқабақты пайдаланып, түрлі дәмді ас әзірлеуді үйренсеңіздер болады. Біздің каналымызда асқабақтан әзірленетін дәмді десерттер, тағамдар, ыстық астарда бар. Міндетті түрде арнаға тіркеліп жасап көрсеңіздер болады. Міне енді маффиндерімізді 180 градус пеште 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің маффиндеріміз дайын болды. Гречка ұны негізі қара болғандықтан біздің маффиндеріміз осындай қоңырқай түсті болды. Егер сіздер күріш ұнын немесе ақ бидай ұнын пайдалансаңыздар, асқабақ сары болғандықтан сіздердің маффиндеріңіз сап-сары әрі дәмді болып шығады. Міне арасын бөліп көрсетемін. Арасының барлығы піскен, жұмсақ, тіпті ауызға салсаң еритін маффиндеріміз дайын болды. Ас болсын сіздерге.